Ақтауда Адам Жүсіпті мәшһүр қылған адамдық жол атты 5 томдық шығармалар жинағының тұсаукесер рәсімі өтті. Шара мәшһүр Жүсіп Көпейұлының туғанына 165 жыл толуына арналып отыр. Сенім болашақ республикалық ата-аналар қоғамдық бірлестігінің Маңғыстау облыстық филиалы ұйымдастырған іс-шараға өңіріміздегі қоғам қайраткерлері, мәдениет пен білім саласының өкілдері қатысты. Бүгінде мәшһүртану ғылымы тарих пен әдебиеттің, лингвистика мен мәдениеттің іргелі салаларының біріне айналып, ақынның шығармашылығы әр түрлі бағытта зерттелуде. Айта кетейік, жаңа жинақ жас ұрпақ мәшһүрден нәр алсын деген ниетпен облыс бойынша 5 мешіт, 5 кітапхана, 5 мектеп, 1 университет, 1 колледжге табысталды. Кітаптың бүгінгі біз үшін ең қажет ерекшелігі бұл сол қазіргі жаңа ұрпақты тәрбиелеуде бұрынғы қазақи үрдісті, қазақтың ұлттық кодын, соны осы ұрпаққа егудің жолдары көрсетіледі. Мәшһүр Жүсіптің заманында да заман түбегейлі өзгеріп жатқан кезек болатын. Қазақ қоғамы ол 20 ғасырдың басында үлкен өзгерістердің алдында тұрған болатын. Қазір 21 ғасырдың басы ғой енді. Сол кездегі мәшһүр Жүсіптің пайдаланған әдістері, оның айтқан сөздері, оның ойлары күні бүгінге дейін ешқандай өзінің құндылығын жойған жоқ.